Сәлем достар, Сотис English арнасы, сіздермен бірге Сүмбіле. Бүгінгі видеода біз сіздермен ағылшын тіліндегі етістік райларын қарастырамыз. Олар mood деп аталады, және ағылшын тілінде олардың 3 түрі бар. Біріншісі indicative, екіншісі imperative, үшіншісі subjunctive. Бұлар негізгі түрлері, оған қосымша тағы 2 рай түрі бар, ол interrogative mood және conditional mood. Бірақ interrogative, indicative mood түріне жатқызылады, және conditional mood, subjunctive mood түріне жатқызылады. Бүгінгі видео тек қысқа болады, барлық түрлерін қарастырамыз, бір-бірінен айырмашылығын қарастырамыз, және осы тақырыпты бекіту үшін видео соңында тест болады. Сондықтан жақсылап түсініп қарап, видеоны соңына дейін қараңыз. Сотис English. Осы 3 райлардың ішінде ең жиі кездесетіні indicative mood. Indicative mood қазақша ашық рай, орыс тілінде изъявительное наклонение. Қазақ тіліндегі орыс тіліндегі сияқты ағылшын тілінде де indicative mood барлық шақтарда қолданылады. Яғни өткен шақта, осы шақта, келер шақта сөйлем көретін болсаңыз, ол indicative mood, яғни ашық райда тұр. Бірден мысалдар қарастырайық. The cat always sleeps on the window sill in the afternoon. Мысық әрқашан түстен кейін терезе алдында ұйықтайды. They have been friends since kindergarten. Олар балабақша кезінен бері дос. The train to New York departs at 9 a.m. Нью-Йоркке баратын пойыз таңғы сағат 9-да кетеді. The movie starts at 7:30 p.m. Фильм 19:30-да басталады. Бұл көрсетілген мысалдардың барлығы да active voice формасында тұр. Одан бөлек indicative mood сөйлемдерде passive voice-та қолданылады. The new bridge is being constructed over the river. Өзен үстінен жаңа көпір салынуда. The house was cleaned yesterday. Кеше үй тазаланды. The novel has been read by many people around the world. Романды әлем бойынша көп адам оқыды. Демек, егер өткен шақта, осы шақта және келер шақта тұрған сөйлем көретін болсаңыз, ол indicative mood. Сотис English. Келесі екіншісі imperative mood. Imperative mood қазақша бұйрық рай, орысша повелительное наклонение. Imperative moodта басқа рай түрлерінен ажырата алу үшін келесідей бір ассоциация жасайық. Imperative, emperor сөзіне өте ұқсастау. Ал emperor – император. Император бұйырады. Демек, imperative mood – бұйрық рай. Бірақ imperative mood тек бұйрық айту үшін ғана пайдаланылмайды, өтініш айту үшін де пайдаланылады. Бұл рай түрін жекелей бір адамға айтқанда немесе көпше бірнеше адамға айтқанда пайдаланамыз. Мысалы, stand up. Тұрыңыздар деп оқушыларға айтатын болсақ, бірнеше адам. Sit down, please. Отырыңыздар. Немесе жекелей бір адамға. Pass me the salt, please. Маған тұз беріп жіберші. Тағы бірнеше мысалдар қарастырайық. Be sure to complete your homework before class. Сабаққа дейін міндетті түрде үй тапсырмасын орындаңыз. Turn off the lights when you leave the room. Бөлмеден шыққан кезде шамдарды өшірші. Hand in your assignment by the end of the day. Тапсырманы күннің соңына дейін тапсырыңыздар. Please wait for your turn in line. Кезекте өз кезегіңізді күтіңіз. Мысалдардан байқаған боларсыз. Барлық сөйлемдер етістіктен басталып тұр. Демек, егер сөйлем етістіктен басталса, ол imperative mood. Егер айтушы адам тыйым салатын болса, бір іс-әрекетке, онда сөйлем don't көмекші етістігінен басталады. Don't interrupt others while they are speaking. Басқалар сөйлеп тұрғанда сөзін бөлмеңіз. Don't procrastinate, start your work early. Істі кейінге қалдырма, ерте баста. Don't hesitate to ask for help if you need it. Қажет болса, көмек сұраудан тартынбаңыз. Don't forget to buy milk on your way home. Үйге келе жатқанда сүт алуды ұмытпа. Адамдарды бір іс-әрекетке баулығанда, шақырғанда да imperative mood қолданылады. Ондай жағдайда сөйлем let's-тан басталады. Мұндағы let және as сөздерінен тұрады. Сөйлеуде және жазуда тек қысқартылған формасы қолданылады. Let's finish this project before the deadline. Бұл жобаны мерзімінен бұрын аяқтайық. Let's make a plan for our summer vacation. Жазғы демалысымызға жоспар құрайық. Let's support each other during challenging times. Қиын кезеңде бір-бірімізге қолдау көрсетейік. Let's celebrate your achievements with a small party. Жетістіктеріңізді шағын мерекемен атап өтейік.
Индикатив және императив түрлерін қарастырдық. Оларды оңай ажырата аласыз деп ойлаймын. Яғни кез келген шақта кездескен сөйлем болса, ол индикатив. Егер де етістіктен басталған сөйлем болса, немесе don't көмекші етістігінен басталған сөйлем болса, ол императив. Енді subjunctive mood. Such as English. Subjunctive mood орыс тілінде сослагательное наклонение. Ал қазақ тілінде оның екі түрі бар. Біреусі шартты рай, екіншісі қалау рай. Subjunctive moodқа бірнеше құрылымдар жатады. Қазір соларды жекелей қарастырайық. Біріншісі және ең жиірек кездесетіні ол wish құрылымы. Мысалы, I wish you were here. Сенің осында болғаныңды қалаймын. Өзінің қалауын, қажеттілігін айтып жатыр. Егер wish тақырыбын қарастырғыңыз келетін болса, мына видеоны қарап алыңыз. She wishes she had a car for the weekend. Ол демалыс күндеріне көлігі болғанын қалайды. We all wish the weather were better for the event. Біз іс-шараға орайының жақсы болғанын қалаймыз. Келесі шартты сөйлемдер. Шартты сөйлемдердің барлығы да қалау райда болады. Мысалы, if I were you, I wouldn't do that. Егер мен сенің орныңда болсам, мен бұлай істемес едім. Бұл second conditional және бұл сөйлем subjunctive mood формасында. If it rains, we'll stay indoors. Жаңбыр жауса, үйде қаламыз. She would travel the world if she had enough money. Ақшасы жеткілікті болса, ол әлемді аралайтын еді. If I had known, I would have come earlier. Білсем, ертерек келер едім. If she finishes her work early, she can join us for lunch. Егер ол жұмысын ерте бітірсе, түскі асты бізбен ішеді. Одан бөлек subordinate clause осы subjunctive mood формасында да қолданылады. Сонымен қатар that сөзімен басталатын бағыныңқы сөйлемдер қолданылса да, ол subjunctive mood формасында болады. Бұл тақырып жоғарғы деңгейлерде қарастырылады, B2, C1, C2 деңгейлерінде, және бүгінгі видеода оған тереңірек тоқталмаймыз. Қысқаша осы райлардың түрлерінің бір-бірімен айырмашылықтарын осылай қарастырамыз. Осы тақырыптарды толығымен меңгеріп алғыңыз келсе, мендегі екі курстың біреуін таңдай аласыз. Біреусі таза грамматика курсы. Таза грамматика курсында жоғарғы деңгейге жататын грамматикаларды қарастырамыз, немесе деңгейлік B1, C1 курсы. Онда грамматикадан бөлек басқа да дағдыларды speaking, writing, listening, reading, grammar, vocabulary барлық дағдыларды түгелдей қарастырамыз. Курстар туралы толығырақ мәліметтерді видеоның сипаттамасынан көре аласыз. Қазір subjunctive moodқа жататын бірнеше сөйлемдерді мысалға келтірейік. It is essential that he attend the workshop tomorrow. Оның ертең семинарға қатысуы өте маңызды. The boss requested that everyone submit their reports by Friday. Бастық жұмаға дейін барлығының есептерін тапсыруын өтінді. I insist that you be respectful to your colleagues. Әріптестеріңізге құрметпен қарауыңызды талап етемін. The coach insisted that the player give their best effort in the upcoming game. Жаттықтырушы ойыншылардың алдағы ойынында бар күш-жігерін салуын талап етті. The doctor recommended that he take the prescribed medication. Дәрігер оған тағайындалған дәріні қабылдауға кеңес берді. Енді осы тақырыпты түсінгеніңізді, білгеніңізді тексеру үшін және тағы тереңмен жақсылап бекіту үшін келесідей бір тестті орындайық. Осы бес сөйлемнің қаншауына дұрыс жауап бере алдыңыз? Комментарийде бөлісіңіз. Енді тағы да қосымша 3 сұрақ, соның жауабын да комментарийде бөлісіңіз. Мен жауаптарды тексеремін. Сонымен достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. 3 түрлі райдың айырмашылығын ажырата алдыңыздар деп ойлаймын. Егер қосымша сұрақтар туындаса, комментарийге жазыңыздар. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер, және жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Егер де менімен бірге ағылшын тілін үйренгіңіз келетін болса, төменде видео сілтемесінде көрсетілген курстар тізімімен таныса аласыз. Ол жерде маған WhatsApp-қа және Instagram-ға сілтемелер бар. Менімен тікелей байланыса аласыз. Жақсы, келесі кездескенше. Бай!